Так и ясно, балықтар. Мынаған приправа для рыб салданы. Так. Екінші немене? Майонез қайда? Қас алып кешін. И тұз ішінде ме? Қас алайыншы үлкен қас. Қалсын? Алдын алып тұздап салсын. Алдын алып тұздап салсын. Шәкірттерін нетіп жатыр. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осы көкталдан сіздер жылына неше рет жеп жүрсіздер? Көктал жемеппін, шын айтсам. Қазір бірінші рет осындай мүмкіндік келіп тұр. Онда Талшын әпкеміздің қолынан көктал жеуге. Онда сіз енді айтады ғой аға. Немен деуші еді, Сәлима? Бірінші рет болғанда немен деуші еді енді? Немене байлаймыз? Жоқ, байлаймыз. Қызыл жүк ленті? Бірінші рет бірдеңке істеген кісіге бірдеңке байлайтын қазақтыңыз. Шиыртпақ. Шиыртпақ. Саған шиыртпақ байладық. Жарайды. Жарайды. Шиыртпақ не істейді оған? Не Магазин жақын. өзіміз көкталды жеген. Енді сіздің Көктал бізден оқытқан кісі кім мынандай өнерге? Магазин кісі менің жұбайым. Иә. Өкінішке орай марқұм болып кетті. Бармаған адамдар. Енді жатқан жері торқа болсын енді. Бұрын мұндай істемеуші едіңіз, енді көріп жүрміз, енді орнын басып, ары қарай осы қызметіңізді жалғастыра беріңіз. Өзім бірінші істеп отырып шынымды айтсам ше. Сіздің сірнеңіз не болып жатыр екен? Жақсы ма екен? Білмеймін, жегін адамдар айтады. Халық айтады, халыққа сенесіз, иә? Сіз көмекшісіз ғой, иә? Бізге еще дайындап жүреді ол. Барып келе алып келдің адамымыз. Жетпей қалды. Енді міне біздің Раушанның бақшасынан шығатын помидор, сарымсақ, теплица. Мына майонезді жалпы Мараттың келіншегі өзі қолдан жасап заводы бар. Міне қазақстандық өнім. Қазақстандық Сіз 3 желание деп тұрмайшы. халал өнімдерден міне иесі Арал тұздақ қысайшы. Марат деген ініміз кеп тұр міне. Өзім ауладым жа. Неменен алдың? Ауладым балықты. Өзі балықты аулап. Балық өсіретін жері бар Марат. Жаңа ғана ауласаң үйдің ішінде ме? Көлік. Жаңа ғана балықты аулап алып келген. Моншаның ішінде бар ғой деймін бұл жерде. Міне кетчуп құйып жатыр, майонез. Сіз енді не біреу жерін қарасын алып тасташы. Міне кете қарасы кетіп қала жатырды, мен болмасам. Бұда өнер де қой. Тұз, Талшын ханым, тұзды қашан саламыз? Тұзды маринад жасағанға дейін тұздап қойсын. Уже тұздалып тұрған балық, иә мұны? Жалпы мына жерде енді алматылықтар бар, өскемендіктер бар, әр жерден келген зайсандықтар бар, иә. Вообще күшін етеді олар. Бұның серігі гурман, бәрін істейді. Сазан өздеріңіз былай балықта істей береді ғой. Желательно сазан янандай не? Амур бар ғой? Амур. Шортаннан істей ме? Толстолоб деген бар. Шортаннан Шортан сухой болып қой. Сухой. Ана неде сухой? Судақта сухой, судақта сухой балық. Жуан бар. Бұл көкталды жасау үшін міндетті түрде қандай? Сазан кеп. Судан? Сазан. Сазан пайдаланамыз. Тұқылы сазан сияқты. Сазанға жетері жоқ қой. Өткенде Жандос айтады ғой, ана не алады екен ғой олар жолдан, копченый балық. Соны Польшада деді ме, қай жерде біреуден сұрайды екен, бар ма деді. Именно біздікін. Мына біздің осы жақта военный жігіттер бар ғой. Ең таза балық қой. Соны мояла біз мынадай бірінші ана Орал сол жақтың жігіттері айтады екен. Сонда мына балыққа сіз тұз септіңіз бе басында? Сеуіп, таптап, бір рет жуып. Бәрін жедік, но бірақ мынандай не қайда? Картошка қайда? Дұрыс екен, мен тұз салмаған екен деп қалай тұзсыз істеп жатыр десем. Немен балықтарын көбі жақсымайды ма? Аралдың немен. Енді сіңіліміз өте өнерлі екен. Анандай жеріне
Kартошка тығып қояды көзіп. ана картошканың өзі пісіп шығады қабығын аршымай картопльды жей екіге бересің бөліп, иә, жуып екіге бөліп, Картошканы жоқ, есіп Иә. көрмеу үшін тығып қояды екен ғой. мынау ана біздің жас кезімізде, иә, күлге картоп пісіп шығады да ананы айдай бересің күлге картоп пісіруші ек қой. Соның дәмі сияқты болып тұрады ғой міне. Дұрыс екен. чтобы мына бортик істеп жатыр Енді мына жерге де салды Асыл сіз сөйлепсіз, енді былай істейміз. соны айтамын айтсайшы ана интервью алдыңыз істеп жатқаныңызда вообще үндемейсіз адам. Ешкімде шаруам Көктөбе істегенде үнемі көріп қоясың. иә. нарада, сондай лайфхактарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. иә, енді ол Вообще жұмыс жасаңыз үндемейсіз тек істей беремін үндемей ғана. иә, өзі сондай келіншек үндемей ғана істей береді, иә. Реклама жасап қояйық, осындай бізде келіншек бар, сіңіліміз. сөйлемей қояды Иә. Күніне тимей деп қой. Иә. Жыныма тимей. Жалпы көктал істеймін деп талпынған жігіттер болса, келіп сөйлесуіне болады. Маған звондап, лайк басып, кішкентай, иә, сіздер маған подписаться етіп қойыңыздар. Шулатып жүрмеңдер осыны. Келіп тұрмасын. Енді салсам ютубқа салам ғой мен. Басқаға помидор салмай сонша жепірлап салу керек пе сонда басқаға салмай ақ қой деп қой. Иә, ана Сочный вот. помидор. чеснок Жақсы. песнок деген нәрсені салмайсыз ба Ана приправа для рыбының ішінде бар ғой дейсіз бе? Марат қайда кетіп қалды? Не, приправа для рыбының ішінде паприка, куркума, кориандр, Иә. кумин. куркумин деген шығар кумин емес Кумин деген бар. Фенхель, мурч. Короче, бәрі бар мынаның ішінде. Енді бізге өте бөгде атаулар екен, енді қазақшалары бар шығар. Қазақшаларым Жоқ екен. жоқ екен. Енді біз өзі сондай халықпыз ғой. Не берсе де жей береміз, енді сеуіп жатырмыз, жағып жатырмыз енді. Бастықтарым келді деді ше. Бәрі де өкіметке сенеміз. Осыны шетелден әкелгенде осындай көптеген дәмдеуіштерді тексеріп Қашан не жасайды деп. Коктал сағым. бері қарай Қазақстанға келеді деп сенім білдіреміз. Оны неге шақырам деп жүрген кезде иә сен айтыңызшы әге қайнағадарым келіп есіктің алдына. Негізі тұзда міне арал тұзын Есіктің пайдаланыңыздар. алдына не нетіп ана неме жаңағы. Өзіміздің Юртаны құрып, отандық өнім. сол балдыздарының бәрін басын қосам деп сөйтіп жүрміз. Сол жинайын деп ше. Сіздер көкталды міне. Капустан негізі аз болып кетті. Капустан бұрын толтып тастасаң қиын дәмді болады. Ол сочный болады ғой сонда ана. Иә, сол капустан көбірек салу керек еді бағана. Жарайды енді. Сондай. Иә, бір сәт мынандай табиғат аясында осындай бас қосуда міне баладар ойнап жүр. Ай, қышқырмаңдар, ұят болады. бәрі комментарий мына екеуін үндемей ғана жып жеп жатыр не дегендер